Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге лаваштан творожный рулет дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ірімшікке қантты, содан соң жұмыртқаны салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Бізде 1 келкі масса болуы қажет. Содан кейін қалауыңызша жемісті немесе кептірілген жеміс салсаңыз болады. Бұл жолы мен алма қостым. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Сосын массамыздың жартысын бір лавашқа сылай жағып шығамыз. Домалақ немесе 4 бұрышты болуы маңызды емес. Ең бастысы осы творожный массамызды абайлап жайлап жағамыз, себебі лавашымыз жыртылып кетуі мүмкін. Осылай толығымен жағып болған соң лавашымызды ораймыз. Бізде 2 шығу қажет. Кейіннен осылай противенге қоямыз, сосын жұмыртқамен немесе жұмыртқаның сарысымен бетін жақсылап жағып аламыз да 180 градуста 20-30 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай біздің творожный рулеттеріміз дайын. Әбден суыған соң оның бетіне осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Үстелде әдемі әрі қолға ұстауға ыңғайлы болу үшін осылай бөліктерге бөлсеңіздер болады. Осылайша біздің творожный рулеттеріміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Барлығына ұнайтыны сөзсіз. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.